Сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бринзол дайындайтын боламыз. Өте тез, өте оңай дайындалады. Ол үшін бізге картопты пісіріп аламыз. Ыссы күйінде маргарин салып 100 грамм езіп аламыз. Осылай маргаринді езіп тұзын, бұрышын саламыз. Тұзын саламыз. Бұрыш саламыз. Әдемілеп езіп аламыз. Сүтін қойып аламыз. Енді бізге бір порцияға 2 жұмыртқа қажет болады. 2 жұмыртқа 70 грамм фарш қажет болады. Фаршты өлшеп алыңыз, 70 грамм. 2 жұмыртқа. Үйде неше адам бар, соған санайсыз ғой 2 жұмыртқадан. Каждый порцияға жұмыртқамызды араластырып аламыз. Содан соң бұрышын саламыз. Жуа, сақтап турап алдым жуаны. Кішкене саласыз ғой жуаны. Содан соң фаршты саламыз да вилкамен фаршты бөлеміз. Қамақ болып қалған нелерін бөліп саламыз осылай. Бірден бәрін салмаңыз, жаймен деп салыңыз. Осылай фаршты бөлеміз. Және де қыздар сүт қосамыз, кішкене ғана. Мен видеода сүтті сүруге ұмытып кеткем. Кішкене ғана сүт қосасыз. Кішкене ғана. Үлкен қасықпен 2 қосыңыз. 2 үлкен қасықпен. Сүт сынып кетпеш үшін пісірген кезде. Табамызды қыздырып аламыз. Майын құйып. Содан соң жаямыз осылай. Неге пісіп жатыр.
Осылай жаймендеп аударамыз. Аударып алдым. Келесі жағын пісіреміз. Мен кішкене 50 грамда сыр септім. Сыр болмаса сеппеуіңізге де болады. Мінекей, осылай сырымыз да кішкене еріп қалды. Мына жағында пісіріп аламыз. Ас болсын, қыздар, каналыма тіркеліп лайк баса кетіңіздер.